Барлығыңызға қайырлы күн, достар. Бүгін осындай үлпілдек, өте жұмсақ, үй жағдайында ешқандай кондитерлік құралдары болмаса да, осындай эклер дайындап көрсетемін. Сондықтан видеоны соңына дейін қараңыздар. Көптеген рецептің ішінен мен осы рецептім өте сәтті шықты, сондықтан бірге қараймыз. Ол үшін бізге міне қант, шимекі май, сүт және су, тұз, ұн електен өткізілген және де 5 жұмыртқа керек. Жұмыртқа үй температурасында болу керек және газге қоятын ыдыс. Алдымен ыдысымызға барлығын құямыз: сұйық массаларымызды, суымызды, сүтімізді, шимекі майды және сахарды саламыз. Барлығын бірге қасықпен араластырып, баяу отта араластырып тұрамыз үнемі. Баяу отқа қоямыз, тұзымызды саламыз, барлығын осылай біркелкі салып алып, сосын барып газге қойып, баяу отқа қойып араластырып тұрамыз. Достар, міне осындай ақ көпіршік болып қайнаған кезде біз ұнымыздың барлығын біркелкі бірден салып жібереміз. Осылай ұнның барлығын бірден саласыздар. Және үнемі бұлғап тұрамыз, оның асты жабысып қалмау керек және астын шығармайсыздар. Баяу отта өзі осындай масса болып шығады. Мінекей, асты жабысып қалмау керек және де біркелкі араластырып тұрамыз. Осындай қамыр шығады бізде. Енді отымыздың астын сөндіріп, 3-4 минутқа кішкене ыстығы басылғанша суытамыз. Енді жаңағы 5 жұмыртқамызды бір-бірлеп миксерлейміз. Бір-бірден саласыздар, тек қана миксерге жай жылдамдықпен бір-бірден салып отырасыздар. 5-еуін қатар салуға болмайды. Мінекей достар, сонда бізде осындай қоймалжың масса шығады. Осындай қамыр болып шығу керек. Қасықпен созғанда ол созылып тұру керек. Енді осы массамызды бізде кондитерлік қапшығы болмаса да, осындай пакетке салып, стаканға немесе осындай илекке ішіне салып, пакетімізді ашып аламыз да, қасықпен ішіне қамырын саламыз. Осылай етіп қасықпен салып, басын қайшымен қиып жібереміз пакетіміздің. Сосын осылай асықпай орап, аяқ жағын орап, осылай барлығын бірдей формада шығарамыз. Осындай етіп, міне менде дайын болды. Осындай формада түседі, немесе өздеріңіз қалауларыңыз бойынша істеуге болады. Енді осының барлығын 180 градуста қызып тұрған пеште міндетті түрде 40-45 минуттай пісіреміз. Міне үлпілдек болып бәрі көтерілген, қандай керемет. Менде барлығы пісті. Міне үй жағдайында осындай етіп шығаруға болады. Енді мен осындай салқын кілегейді қолдандым. Кілегейімізді жақсылап тұрып миксерлеп аламыз. 5-6 минуттай миксерлейсіздер. Және де үстіне сахарный пудра септім. Тек қана екеуін араластырдым, басқа ештеңе қосқан жоқпын. Міне қоймалжың осындай масса шығу керек. Кремімізді жақсылап миксерлейміз. Осы эклерімізді алып, ішіне кремімізді салу үшін кішкене пышақпен шетін кесіп жіберіп, целлофанға кремімізді салып алып, осылай құямыз. Міне видеода көрсетілгендей етіп саламыз. Немесе екі жағынан да тесуге болады, бірақ мен бір жағынан тестім. Мінекей, толықтырып салуға болады, аз салуға болады, немесе өздеріңіз дәміне қарай саласыздар. Мінекей достар, көрдіңіздер ме? Үй жағдайында ешқандай кондитерлік құралдары болмаса да, осындай етіп жасап шығаруға болады. Сондықтан жасап көріңіздер. Мінекей, мен үстінен сахарный пудра септім, бірақ бұл маңызды емес. Бірге жасап көріп, комментарийға пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Және каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Әлі де көптеген рецепттер болады. Менен қандай рецепттер күтесіздер, соның барлығын комментарийға жаза кетіңіздер. Мінекей достар, көріп тұрғандарыңыздай, екі жағының барлығы толыққанды креммен толыққан және жұп-жұмсақ болып шықты, өте дәмді болып шықты.